Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін біз видео түсіруді жалғастыратын боламыз. Бүгін біз Майнкрафт ойнаймыз. Өте қызықты болады видео, және толықтай көріп кетіңдер достар. Өткізбей көріңдер. Бүгінгі бөлім қызық болады. Мен жалпы бүгін 18-ге толдым. 18-ге толғандықтан мен өстім деп есептей берсем болады. Сол үшін мен енді жұмыс істеуім керек. Достар, мен өзімнің әйтеуір вазамды таныстырып кетейін. Және де біздің вазада ауыл тұрғындары бар. Мына шетте ат та бар. Мен өзімнің үйімді бірінші таныстырайын деп тұрмын. Мынау енді жер асты үйі. Ана жақта мал қорам бар, қазір бәрін көрсетемін. Мынау мал қора, нерде иттерім, нерде егіндерім. Енді басқа үйлерді де бір-екі рет көрсетіп жіберейік. Мына сол жақтағы, оң жақтағы ақ үй, ақтан басты үй. Оны көрсетпей-ақ қояйын, кейін көрсетемін. Қазір мына жерде бір бітпеген үй бар. Нерде егін, біздің жалпы ауылда егіндер көп қой. Мынаны әдемілеп қоршап қойыпты. Енді біз не істейміз? Конечно, ойнап жүрейік енді. Біраз уақыт ойнап жүреміз. Бір рет аралайық, кірмегелі көп бопты ғой біз ауылға. Негізі басқа ерді... Ойбай! Достар, мен қай жақтамын? Кім біледі? Бұл қай жер? Мына жерде бір кісі жүр. Сіз кім боласыз? Мен осы әскердің басшысы, полковник боламын. Сені мен 18 жасқа толғандықтан әкелдім. Полковник, мен жібере салыңызшы өтініш. Үйде ата-анам бар, отбасым бар. Мен қайырласып келуім керек қой. Отбасы дейсің бе? Алдамасай, мен сен туралы бәрін білем. Сенің куәлігіңде отбасың жоқ деп жазылған. Полковник, өтініш, отбасыммен қоштасып келейінші, тым болмаса. Армандама, отбасыңмен қайырласуға жібермеймін. Себебі сен қазір мені алдап кетіп қалуың мүмкін. Сол үшін де сені ешқандай үйіңе жібермеймін. Сен олды осы жерде қаласың, және де менің тәртібімде бағынасың. Менің айтқан бәрінсе жүр кеттік. Арқамнан жүр енді. Достар, енді не істесем болады, достар? Мені кім құтқарады бұл жерден? Енді сен менің қатал заңыма бағын, осы жерде жүгір. Достар, енді бізге жүгір деп жатыр. Жүгірмесем мен ұрады ғой, сол үшін жүгіруім керек. Жүгіріп жатырмын. Мына жерде танкі да бар ма не? Дамып кетіпсіңдер ғой. Майнкрафтта танкі бар ғой. Мен жүгіріп жатырмын, полковник. Жүгіріп кету керек. Айтпақшы, полковник, садақ атамыз ба? Или қанша круг жүгіреміз? Садақ дейсің бе? Әрине атасын. 100 круг жүгір. Мәссаған, достар, бізге 100 круг жүгір деп жатыр. Жүгіргім келмей жатыр. Қазірше қашып кетудің амалын жасаймыз. Біз енді шаршап кеттім, жүгірейікші, бірақ та жүгірмесем ана ұратын сияқты ғой. Полковник ар жақта жүр. Полковник, fuck you саған, fuck you. Көріп қойды, қаш, жүгір, қаш, полковник кеп жатыр, қаш, ұсталып қалсам біттім. Алдымнан шықты онау, қаш деп жатырмын. Тоқта дедім саған. Тоқтамайым, тоқтасам ұрасың ғой, мен қашам енді. Мұнан артынан барайықшы. Көріп қойды, қашу керек. Анауың алдынан шықты. Тағы да нердегі сатымен қашып көрсекші. Давай сатыға шығайық. Жүгір. Қаштық. Анау кеп жатыр, сатыға мінді. Қашып кету керек енді. Енді біз іздемей тұрғанда, біз садағымыз алып алайық. Егер де мені ұстап алып жатса, мен оны атып өлтіруіме болады. Мен қазірше мұны бұзылған танкінің ішіне кіруіме болып тығылып отырайын онда, онда ішіне кірейік. Қазір ана полковник көріп қоймасын. Жалпыны танкі атылады ғой дейме? Мына тетікті бассақ не болады? Мәссаған, ерді оқ атылып жатыр, достар. Керемет. Біз полковник. Полковник құрбар. Қаш, полковник деді. Келді, қаш. Сыямайсың мені бәрібір. Ай, сен не істедің, бала? Мені өлтірме. Мен больницаға кетем әзір. Достар, мына жерде қора бар. Мен полковникті өлтіріп қойдым ғой, енді түрмеге қамалам ба? Мына атпен қашып кетіп
тырысайын енді қашып кетуге. Ой, мынау секіре алмайды ғой. Мына тұрған алмаздың атты отырып алайық. Кетіп қашайық енді. Жоламаспын бұл жаққа. Бір келсем бір заттарымды алып кетуге келетін шығармын. Бірақ полковникке жоламаймын. Осыдан кейін не болғанын білгілерің келсе, 50 лайк смело жинап тастаңдар.